Сәлем арна көрермендері, бүгінгі видеомыз сұлу да сымбатты қыз келіншектерге арналады. Сұлулыққа әркімнің де бар таласы демекші, барлығы да сұлу көркем болғысы келеді. Алайда осы жолда олар сырттың сұлулығы ғана маңызды деп ойлап, соған басымдылық беріп жатады. Бәрі өзіне күтім жасап, шашын бояп, бетіне опа далап жағып жүруді әдетке айналдырған. Адам терісі губка тәріздес. Теріге не жақсаңыз да ол теріге сіңіп кетеді. Қолға крем жаққаннан кейін қолыңыздағы крем бірер секундтан соң жоқ болып кетеді. Ол қайда кетеді? Әрине жаққан креміңіз терінің ішіне енеді. Жылына орта есеппен есептегенде әйелдердің терісі 2 килограмм химиялық заттарды сіңіреді екен. Күнделікті әйелдер терілеріне 500 түрлі химиялық заттарды жағады. Шашқа арналған лактар, бетке әрі беруші опадалаптар, сусабын және кондиционер, түрлі құрамында алюминий бар дезодоранттар, денеге арналған жақпа майлар, көзге жағатын бояулар, тырнаққа арналған лактар, тырнақтың бояуын кетіретін сұйықтықтар күнделікті сеуіп жүрген иіс сулар, осының бәрі күнделікті теріміз арқылы енуде. Ең жаманы осы косметикалардың құрамында канцерогендер бар. Ол ағзаңызда жылдар бойы жиналып денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Оны көпшілігіміз біле бермейміз. Косметика құрамындағы кейбір химикаттар, нейротоксиндер ми арқылы еніп жүйке жүйесінің қызметін бұзады. Гормондық бұзылыстар, әртүрлі бездер, ұйқы безі, бүйрек үсті безі осы химиялық заттардан зақымдалады. Ішкі организмнің зақымдалуынан сыртқы келбетте теріс көріністер біліне бастайды. Терінің құрғауы, бет терісінің әрінің жоғалтуы, түсінің өзгеруі түрлі бөртпелермен көрініс табады. Осындай жағдайдан кейін қыз келіншектер беттегі проблемаларды жасыру үшін одан да көп бет бояуларын қолдана бастайды. Бауыр біздің организміміздегі токсиндерді сыртқа шығарушы. Бауырға күнделікті түрлі улар ағзамызға осы түрлі бояулар арқылы түсіп отырады. Осы жағдайды болдырмас үшін эко-косметикаларды қолданған дұрыс. Бағасы қымбат болғанмен құрамында зиянды заттар аз болады. Мысалға айтатын болсақ, кәдімгі бетке жағатын крем орнына кокос майы қосылған, құрамында спирт пен химиялық зат жоқ креммен алмастырыңыз. Енді осы косметикалар арқылы бауырға түскен токсиндерді, жасыл түсті көкөністерді тұтыну арқылы сыртқа шығару керек. Атап айтатын болсақ, брокколи, қырыққабат, Қытай қырыққабаты, руккола, брюссель қырыққабаты осы көкөністер детокс қызметін атқарады. Құрамындағы нутриенттер бет терісін сау, әдемі етіп бауырды да тазалайды. Бет терісі май қабаттарынан тұрады. Сол үшін құрамы таза майлы тағамдарды жеу қажет. Бет теріңіздің сау қалпын сақтағыңыз келсе, балық майын, жаңғақ, кокос майын, теңіз өнімдерін, зәйтүн майын, осындай табиғи майларды тұтынған дұрыс. Дұрыс майларды ішке қолдану арқылы ағзадағы жиналған токсиндерді сыртқа шығуға көмек береміз. Құрметті сұлу қыз келіншектер, ең бірінші бетіңізге күтім жасамас бұрын құрамын жақсылап зерттеп, табиғи, таза, зиянсыз косметикаларды пайдаланайық. Әрдайым табиғи әдемілігімізді сақтап қалайық.